Эрик Тасимбековтың Дана есімді жаңа жобасы естеріңізде ме? Өткенде сіздерге бұл бейтаныс ару жайлы айтқан едік. Күні кеше продюсер оған алғашқы бейнебаянын түсірді. Ал оның режиссер ретінде Асқар Бейсенбин таңдалған. Бұл менің үшінші жұмысым. Біз бейнебаянды Дана есімді бойжеткенге түсірдік. Дебюттік туынды болса да трек өте әдемі. Сондықтан да экшн жанры қосылған махаббат хикаясын жасайық деп шештік. Бірақ талай жыл фильм түсіріп жүрген режиссерге бұл бейнебаян оңайға соқпаған көрінеді. Мен кейде кино түсіріп жатқанда бұлай қиналмаймын. Өйткені бейнебаянның түсірілімі мүлдем өзгеше. Оның өз тілі бар. Айтпақшы, әнді Данаға продюсері Эрик Мырза таңдап берген. Онда қыздың жігітке деген махаббаты баяндалады. Композиция Ханзадам деп аталады. Оның әнін Бауыржан Бимахан, сөзін Бағдәулет Арыстан жазды. Ол өзінің ханзадасын іздеп жүрген ару жайлы. Бірақ ешкімді іздеудің қажеті жоқ. Өйткені бейнеклип арқылы біз кейде адамның бақыты қасында жүретінін білдіргіміз келеді. Тек жан-жаққа қарау керек. Түсірілімнің алдында Дана қатты қобалжыған. Тіпті түнімен ұйықтамай уайымдап шығыпты. Мен қатты уайымдадым. Енді дебюттік бейнебаян болғандықтан түнде ұйықтамадым. Тек режиссеріміз Асқар Бейсенбин болғанына қуаныштымын. Өйткені оған қатты сенем және жақсы жұмыс болады деп ойлаймын. Бірақ Дананың бір бейнебаянмен шектелетін ойы жоқ. Ол жуырда тыңдармандардың назарына жаңа жұмыстарын ұсынбақ. Мен өзімнің тыңдармандарымды, көрермендерімді жақсы композициялармен, бейнебаяндармен қуантқым келеді. Қатты тырысам. Әрине халық шешеді ғой, бірақ қолымнан келеді деп сенем. Дананың қолынан келе ме, келмей ме, бейнебаян жарыққа шыққанда белгілі болады. Сондықтан әншінің тырнақалды жұмысын күтіңіздер.